Баршаңызға сәлем. Бүгін біз осындай өте дәмді, әрі жасалу жолы өте оңай салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір капуста және 2 сәбіз, 2 қызылша болса жеткілікті. Ең алдымен капустаны осылай кесіп алып, оны кубиктап турап аламыз. Біз 2 түрлі салат жасайтын болғандықтан, оны 2 ыдысқа бөліп саламыз. Капустаны турап болған соң, оны осылай қабаттарынан жақсылап ажыратып ашып аламыз. Енді капустаға тұз сеуіп, оны жақсылап араластырып, 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Сонда капустаның өзінің суы шығып, тұзы жақсы сіңетін болады. Енді капустаға арнайы өткізген сәбізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді 4 бас чеснок қосамыз, ол біздің салатымыздың дәмін келтіреді. Ары қарай дәмдеуіштерін қосамыз. Ең алдымен паприканы 1 шай қасық қосамыз. Оның үстіне кориандр, одан да 1 шай қасық қосамыз. Және қызыл ащы бұрыштан қосамыз. Жарты шай қасық китайский соль. Оның үстіне ыстық майды қызыл бұрыш пен чесноктың үстіне құямыз. Оған 1 шай қасық уксус құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің бірінші салатымыз дайын болып қалды. Енді оның бетін жауып, холодильникке 5-6 сағатқа қойып, содан соң сына берсеңіздер болады. Енді екінші салатымызды дайындайтын боламыз. Оған да дәл солай капустаның бетіне қызылшаны қосып, жақсылап араластырамыз. Енді дәмдеуіштерін қосып аламыз. Ең бірінші паприка және кориандр, ащы қызыл бұрыш, бәрінен 1-1 шай қасықтан қосамыз. Төрт бас чеснокты қосып, оның үстіне ыстық майды құямыз. Және 1 шай қасық уксусты қосып, жақсылап араластырамыз.
Міне біздің екінші салат та дайын болып қалды. Енді оның бетін жауып холодильникке 5-6 сағатқа қалдырамыз. Сонда өзінің дәмдеуіштері сіңіп, өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер.